Петропавл қаласында «Как молоды мы были» облыстық ретро-фестиваль өтті. Қала тұрғындарының назарына жас өнерпаздар өткен 10 жылдықтың ең үздік өлеңдерін шырқады. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Жастарымыз біздің артымызда, біздің әндерімізді айтып отырсын дейміз. Осындай ретро-фестиваль жыл сайын өте берсін дейміз. Бүгінгі мынау қуанышты менің бүгінгі күнім. Осы ретро-фестивальда «Как молоды мы были» дегенге өзім сол ретро-фестивальдің басын өзім ашайын деп отырмын. Өте ризамын. Ретро-ән кешке жиналғандардың қарасы қалың болды. Бірі сахна төріндегі әншілермен қосылып ән шырқаса, енді біреулер ырғалып би билеп жатты. Представители старшего поколения всегда довольны, танцуют. Үлкен қауым өкілдері бұндай кештерге қуана келеді, билейді, жасарады десек те болады. Бұндай кештер өте қажет. Ретро-фестивальдің соңында қатысушылар дипломдармен, сыйлықтармен марапатталды.